Нұр Отан партиясы депутаттық фракциясының кезекті отырысы өтті. Күн тәртібінде 4 мәселе қаралды. Халық қалаулары қала құрылысына және қуат үнемдеу 2020 бағдарламасына тоқталып, облыс орталығындағы кәсіпкерліктің даму қарқынын сөз етті. Қала кейпі жаңарып келеді. Биылда осы мақсатта облыс орталығында бірқатар шаралар атқарылды. Мәселен, Жамбыл, Мағжан Жұмабаев интернационал көшелерінде орналасқан көп қабатты баспаналардың қасбеті жаңартылды. 2016 жылы да бұл жұмыстар жалғасын таппақ дейді қала құрылысы және сәулет бөлімінің басшысы. План детальной планировки 2016 жылы қаланың солтүстік бөлігі жаңа кейіпке енбек. Оған Абай және Жуков көшелері бойындағы өндір зонасы кіреді. Бұл бағытта 79 миллион және 220 миллион теңге шамасында қаражат жұмсалмақ. Жиын барысында қуат үнемдеу 2020 бағдарламасының жүзеге асырылу барысы да сөз болды. Мәселен, облыс орталығында 1033 көпқабатты үй бар. Оның 312-сінде ғана қуат үнемдейтін арнайы құрылғылар орнатылған. Бұл көрсеткіш әрине көңіл көншітпейді. Дей тұрғанмен, облыс энергетиктерінің жоспарында келер жылы 537 үйге арнайы қуат өлшейтін қондырғыларды орнату бар. А ряд проблем такого характера, что нет согласованности в этих исполнительных документах. Жылу электр қуатын өлшейтін қондырғылар 180 үйге орнатылмайды. Оның бірден бір себебі олар ескі үйлер. Ал қалған 537 үйге құрылғылар орнатылады. Биыл оның жетеуі жоспарға енгізілді. Қалғаны келер жылы жүзеге аспақ. Депутаттық фракция отырысында қала аумағында кәсіпкерлікті дамыту жайы да талқыланды. Барлық мәселелер бойынша тиісті жұмыстар жүргізілетін болады. Аманжол Нұртазин, Орал Амренов, ақпарат.